Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен Қазақстаннан Германияға заңды түрде оқу үшін, ауызбірдің жасау үшін, медсестра болып келуге, врач болып келуге көмектесетін алтын көпір, алтын жол, алтын программа арқылы сөйлесетін боламыз. Не үшін мен оны алтын жол немесе алтын көпір деп айтып жатырмын, оны видеоның соңына дейін көрсеңіздер түсінетін боласыздар. Сіздермен мен доктор Оразбек, қазіргі таңда Германияда Франкфурт қаласында ассистент дәрігері болып жұмыс жасап жатырмын. Әйелім екеуміз, әйелім де врач. Сонымен қоса әйелімнің тіл курсы бар, оқытатын неміс тілі, ал менің консалтинг фирмам бар. Осы екеуміздің жұмысымызды қоса келе өте көп сұрақ келеді. Соның ішінде қарапайым сұрақ: Германияға біз қалай келеміз деген. Мысалға айтатын болсақ, мен өзім дәрігер болғандықтан, дәрігерлердің арасында жұмыс жасағандықтан, олардың сөзі сол: біз қалай келеміз. Егер Қазақстаннан Германияға тікелей дәрігер болып келуді қаласаңыздар, мен ол жайлы толық видео көрсеткем, айтып шыққам, от и до. Соны бір рет көріп шықсаңыздар түсінетін боласыздар. Яғни бұл айтқанда ол Қазақстандағы дәрігерлер үшін, не болмасам Қазақстандағы студенттер үшін деп айтайын, медиктер үшін. Мен Қазақстанды бітірдім. Опа, все, мен Германияға барамын, олар мені күтіп тұр, больницада жұмыс орны дайын тұр, барамын, жұмыс істеймін, 5000 евроны ақшаны аламын, BMW аламын, Мерседеспен жүрем деп ойлайды да. Ал сол процеске дейінгі қаншама шагтар, қаншама қадамдар, қаншама өту керек болған этаптар бар, соларды ескермейді. Сіз тікелей дәрігер болып келуге болады, тура Германияға келуге болады, бірақ ол үшін сіз өте білімді, өте сабырлы, өте көп ақшаңыз болу керек. Не үшін олай айтып тұрмын? Өйткені сіздер бұл жолды басып өту үшін көп күтесіз, сабыр керек, визаға тікелей дәрігер болу үшін іздеу керек. Ал осы жолды қысқартыратын дүниелер бар. Мысалы үшін елестетіңіз, мен Германияда дәрігерлікке орын іздеп жатырмын, бір больницадан бір орын бар. И бір медик Қазақстанда тұр, ол да іздеп жатыр. Екеумізді бірдей онлайн заявление жібереміз, заявка бәвәрбін қыламыз, кімді алады? Естественно, мен алады, өйткені мен барып хоспитацион өте аламын. Германиядамын, мен соның ішкі кухнясын мен көремін. Сонымен қоса мен олармен тікелей офлайн собеседование өткізе аламын, менің кім екенімді білет. Сол үшін Германияға келіп, Германияда документ тапсыру, Германияда флешбэк тапсыру, не болмасам Германияға келіп медсестра дипломымды мойындату әлде қайда оңай. Енді Қазақстан үшінші мемлекет болса, категория бойынша Германияға келу үшін бізден виза талап етіледі. Визаны алу үшін осы қазір айтпақшы болған программаларым өте жақсы көмектеседі. Ол программа арқылы сіздер 2 күнмен 6 күн, не болса максимум 14, ол 2 аптаның ішінде сіз виза алуларыңыз мүмкін. Ешқандай сіздің шотыңызға ақша салуды талап етпейді. Сізден ешқандай ақша сұрамайды. Квартираңыз тегін берілуі мүмкін. Керек десеңіз шпрах курс, яғни тіл курстарына істеп беруі мүмкін. Бұл ең басты Германияға келгендегі қажеттіліктеріңіз. Сонымен қоса Taschengeld беріледі. Бұл программаның аты FSJ, не болмаса Freiwilliger Soziales Jahr, не болмаса Bufti, Bundesfreiwilliger Dienst, яғни волонтерлік. Бізде волонтер десе тегін зат елестеді ғой? Жоқ, бұл жерде тегін емес. Бұл жерде жаңағы жоғарыда айтып өткен дүниелердің барлығы, мысалы үшін сізге рабочий вертрак беріледі. Сол вертракқа сіз виза аласыз. Визаға кейін Германияға келгеніңізде көп жағдайда волонтерларды бұл жерде өте қатты құрметтейді. Көп жағдайда квартира беріледі. Не полный, конечно. Көп жағдайда квартира ішінде тегін, ешқандай токқа төле, суға төле, коммуналка деген нәрселер жоқ. Сонымен қоса жататын жеріңіз бар. Мысалы үшін 2 рет жұмыстан берілуі мүмкін тамақ. Сонымен қоса сізден ешқандай шотыңызға ақша таста, не болмасам басқа дүниелер бар ғой, визаға алуды, билетіңді көрсет, ондай нәрселер ешқандай талап етілмейді. Плюс сіздерге страховка төлеп береді. Германияда ауырып қалсаңыздар бүкіл осы жерде емделуге болады. Сосын виза алу өте оңай. Визаны сіз 6 күнмен, айттым ғой, 2 күнмен 2 аптаның арасында алуға болады. Сонымен алып сіздер Германияға спокойно ұшып келе бересіздер. И бұл программа сіздерге адаптация жасауға да өте жақсы көмектеседі. Яғни сіз Германияға келгеннен квартира іздеу, бұл жерде өте қатты бас ауыру. Сіздер оны таба алмай, сіздер үшін тауып береді. Барса жайғасыздар. Квартира төле, радио төле, коммуналка төле деген ештеңесі жоқ. Барлығы жұмыс жағынан қамтамасыз етіледі. Енді айырмашылықтары қандай дейтін болсаңыздар, Bufti мен FSJ-тың. FSJ Freiwilliger Soziales Jahr деген ол 6 ай мен 18 айға дейін виза беріледі. Мысалы үшін сіз виза алдыңыз, бір 10 айға алдыңыз деп есептейік. Енді сіз оны 10 ай біткеннен кейін қайттан 8 айға создырсаңыз болады Германияның өзінде. Сосын
буфтида 6 ай мен 24 айға дейін алуға болады. Айырмашылықтар визаларда. Екіншісі, эфесиотқа сіз 27-ге дейін болуыңыз керек жасыңыз. 27-ден кейін болса, буфтиге тапсыра аласыз. Ол ешқандай не ойнамайды. Буфтиді да сол 40 жастағы балдарды да көрген мен өзім сол программамен Германияға бірінші болып келіп алғам. Соның үшін мен ұялмай қысылмай бұның ашығын, плюсын, минусын сіздерге айта аламын. Өйткені мен оның өзім басынан өткіздім. Сол. Екіншісі, эфесиотта ол 27 жасқа дейін. Сосын Германия келгеннен кейін сіздерді жаңағы айтып өткен квартира, тамақ, одан басқа Ташингельд деген зат бар. Яғни қалта ақшасы, карманные деньги орысшасын айтатын болсақ, сондай беріледі. Ол 480 қазіргі уақытта евромен 700, даже жақсы жерлерде, тілдеріңіз жақсы болса, жақсы жерден табылады, 1000 евроға дейін Ташингельд беріледі. Яғни сіздің квартираңыз тегін, елестетіңіз, сіз 500 евро алып отырсыз. Қазақстанның ақшасымен есептейтін болсақ, дәл қазір 250 мың теңгеден көптеу ақша ол. Нормальный ақша, бір воптың бір ставкасы. Енді осынша мүмкіндіктерді Германия тегіннен тегін беріп отыр ма дейтін болсаңыздар, жоқ, конечно, тегіннен тегін болмайды. Бұл әрине сіздің келісуіңізге, договорға отыруыңызға байланысты, яғни қандай жерлерде жұмыс істеуі мүмкін. Волонтер болса жұмыс істейсіздер. Жұмыс істейді. Қай жерлерде? Қарттар үйінде болуы мүмкін. Өте көп Қазақстаннан келетін студенттердің өте көбі қарттар үйінде болады, мен сияқты. Содан соң балабақшада болуы мүмкін. Одан больницада болуы мүмкін. Ауруханада мен достарымды істеп жатыр, мысалға айтатын болсақ. Сосын психбольницада болуы мүмкін. Диспансер, ауыр науқастармен істейтін диспансерлерде болуы мүмкін. Не болмасам ДЦП-мен ауыратын балдармен жұмыс істеуіңіз мүмкін. Бұлай айтқанда, сіз барып сол жерде өзіңіздің ерікті екендігіңіз көрсетесіздер. Соған сай сіздерге Германия виза береді. Германияда осынша уақыт, мысалы 24-18 ай деп айтайық, 18 айдың ішінде сіз адаптация қылуыңызға мүмкіндік өте көп. Сіз ақшаңыз жетіп тұр. Сосын сіз тіл курсыңызды күшейтіп аласыз. Мысалға сіз B1-мен келдіңіз, врач болу үшін B2 керек. Значит, сіз B2-ге дейін көтеріп аласыз. Осы жердің өзінде окружение немецке, барлық жерге барасыздар немісше сөйлейді, барлық адамдар жұмыста барлығы немістер сөйлейді. Сондай. Сосын тағы бұл программаның бір плюсы, сіз апта сайын, мысалы үшін айына бір апта деп айтайын, не болмаса 2 айда бір рет бір апта семинарға барасыздар. Семинар дегені сіз сияқты бір облыста, например, Бавария облысындағы бүкіл волонтерларды, сізден басқа 1040 волонтер бар мына жақта. Африкадан келетін бар, Колумбиядан келетін бар, Латын Америка жағынан келеді. Индонезиядан келгендер бар, Қытайдан келгендер бар, Япониядан келгендер бар. Барлығы осы жаққа бірінші волонтермен келіп алады, көреді осы жақтың атмосферасын. Солармен бірге бір жерге барып жиналасыздар, барлықтарыңызға сіздерге сабақ өтеді, жазының күндері баратын болсаңыздар, экскурсияларға тауға алып шығады, мысалы үшін лагерлерге, концлагерлерге алып барады, сол жерлерді көресіздер. Ал қыстың күні болатын болса, бір үлкен үй сияқты жерде, ішінде әртүрлі сабақтар өтіледі, Германияның политикасы жайлы түсіндіріледі, мүмкіндіктері жайлы көрсетіледі. Сосын сол жерде сіздерден сұрайды. Дальше не план? Міне волонтерлік бітеді, одан кейін не істейсің? Сол кезде сіз айта аласыздар өзіңіз. Мен мысалы үшін айтқам, мен волонтерлігім біткеннен кейін мен дәрігер болуды қалаймын. Осы жерде дипломды подтвердить етіп алуымды қалаймын деп емін-еркін айтып түсіндіре алғамын. Осы процесс маған өте жақсы көмектескен. Мен ол волонтерліктің семинарлары кезінде өте көп адамдармен таныстым, өте көп өзім сияқты жастармен кездестім, өзім сияқты студенттермен бірге әңгімелестім. Сонымен қоса тілдік барьерімді де сол жерде мен жоғалттым. То есть жеңе алдым. Мен ол жерде уже қысылмай сөйлейтін болдым, соны үйрендім. Өйткені айналамдағы көбі немістер болды. Бұл программаға тек шетелдіктер емес, бұл программаға немістердің өздері қатысады. Өйткені волонтер болған неміс жігіттері, неміс қыздары армиядан босатылады екен. Сол үшін бұл жерде көбі өзін сондай волонтерлікқа қояды. Енді волонтерлікқа келгенде қарттар үйінде не жұмыс істеуіңіз мүмкін дейтін болса, флегер деген дүние бар, яғни уход, көмекші. Мынау қарттарды орнынан отырғызу, тамағына істеу, көмектесу, альтакс беглайтунг деген бар, яғни қарттармен бірге ойнау, сурет салу, сыртқа шығу, егер ыстық күн болатын болса, бірге отырып әңгімелесу. Осындай дүниелер бар. Балабақшаларда сондай, балаларды киіндіру, балаларға көмектесу, балалардың мама папасымен сөйлесу, осындай дүниелері бар, істейтіндер.
в принципе жұмыс ондай қатты қиын емес, өйткені сіз волонтерсіз, сізге ешқандай артық ответственность бермейді. Бір адамға мысалы үшін 5 қарт түсетін болса, волонтерға 2 ғана қарт кісіні береді. И то жағдайлар жақсы, өздігімен сөйлесе алатын, өзіңмен сөйлеп түсінетін. Өйткені сіз ол жерде волонтерсіз. Егер бірдеңе болып қалса, сізден ешқандай ответственность болмайды. Сол үшін олар да қорқады, ауыр науқастарды, не болса қиын жағдайда пациенттерді бермейді сізге. Осынша жақсы. Сонымен қоса 8 сағаттық жұмыс күніне, яғни аптасына 40 сағат, 5 күн. Таңертеңгі шпетдинс, фрудинс, не болсам кешкі шпетдинс деген болады. Соған сіздер барып, кәдімгі жұмыс істеп, сағат 6:30-нен 12-ге дейін, не болсам 2:30-ге дейін солай істеп, қайтасында ары қарай жұмыс орталықтарыңыз сізге повезло болса, жақсы адамдар түссе, курспен қамтамасыз етеді. Жұмысыңызға шығасыз, тіл курсыңызға барасыз. Сіздің квартираңыз төленіп тұр, неміс тілі курсыңыз төленіп тұр, тамағыңыз азанда жұмыста жедіңіз, обедте жұмыста жедіңіз, кешке келіп үйіңізге просто легкий бірдеңе жей саласыз. И плюс сізге Ташкент беріп тұр. Ташкент деген ол карманный деньги ақша, сіздердің ешқандай налог алынбайды. Тура чисто нетто аласыздар. Нетто деген ол қолыңызға тиетін ақша алып, сонымен жүрсеңіздер болады. Мен бұл программа арқылы біраз уақыт жүрдім. Ноябрьда басталған болсам, майдың соңына дейін жүрдім. Қанша? Бір 7-8 ай жүрдім ғой, 9 ай ма. Сол арасында мен өте көп опыт алдым, тілдік деңгейімді де күшейтіп алдым. Жақсы таныстарды арттырдым, коммуникацияда болды. Германияға, мысалы үшін, қыдырып келу басқа, шетелге да өмір сүруге келген, оқуға келген басқа. Өйткені бұл жерде оған адаптация керек, яғни үйрену керек. Сол ортаға көмектесуге, үйренуге өте жақсы көмектескен осы программа. Bundesfreiwilliger Dienst, немесе Freiwilliger Soziales Jahr. Сосын бұл жерде тек қана 40 сағат істеу керек па дейтін болса, жоқ, 40 сағат істемесе де болады. Ол сіздің келісіңізге байланысты. Бізде бар Vollzeit, бізде бар Teilzeit. Teilzeit деген full деген, полный 40 сағат, Teilzeit аптасына 20 сағат істеуіңіз мүмкін. Яғни сіз күнне 4 сағаттан 5 күн істеуіңіз мүмкін. Не болмасам, осылай келісіңізге болады. 2 күн істеп, 3 күн демалу деген сияқты ғой. 3 күн істеп, 2 күн демалу. Ол сіздің жұмыс берушімен келісуіңізге байланысты. Енді осы жерде сұрақ болуы мүмкін. Біз бұндайды түсіндім. Жақсы программа екен, Германияға баруыма көмектеседі екен, адаптацияға жақсы екен дейтін болсаңыздар. Енді оны қайдан табамыз десеңіз, оны өздеріңіз тапсаңыздар болады. Интернеттен қыдырып, іздеп табып, бірақ бұл сәл қиындау процесс. Не болмасам, агентстволар арқылы табуға болады. Агентстволар таңдағанда мұқият болу керек. Өйткені мен өзім агентствомен келгем, шын керек, дұрыс емес агентствоға түсіп қалғам, менің өзім лично. Өйткені маған тауып берген агентство, не проблема болып бірдеңе болып хабарласатын болсам, это ваша проблема, вы должны сами решать деп айтатын еді. Маған обидно болды. Онда мен не үшін саған сонша пәлен мыңдаған евро төлеп жатырмын дейтінем да. И олар маған өкінішке орай, сол үшін ғой жаңа басында айтқаным, барлықтарына 100% үй береді деп айтқан жоқпын. Маған үй берілмейтін квартираға, то есть неге түсіп қалдым орталыққа. Маған комната берілген жоқ, маған үй берілген жоқ. Мен өзім оны, сол жердегілер, конечно, көмектесті табуға. Бірақ мен өзімнің оны Ташкентіне, карманный деңгейімнен төлеп отырдым. Ал менің досым келді басқа агентство арқылы. Ол тұратын жері, тамағы, еще ол плюс қазір больницаға өтіп алды. Соған қоса, онымен қоса, ол Teilzeit жұмыс істейді. И өзінің экзамендеріне дайындалып жатыр. Мен таныстарым. Солай келсеңіздер де болады сіздерде. Не болмаса осы жерде бір кішігірім реклама деп айта кетейін. Менің консалтинг агентством бар деп айттым. Біз өзіміз студенттерге ақтоты оқытып берсе, студенттерді мен Германияға келуге көмектесемін. Буфти бойынша, FSJ бойынша, МФА бойынша, дәрігер бойынша, сол осы жүйелерді қазір қостық. ОПР, тіл курстары бойынша әлі қосылған жоқ. Бұйырса ниет бар қосылуға. Егер сұрақтарыңыз болса, келуге желание болса, сіздер маған хабарлассаңыздар болады. Инстаграмды білесіздер, доктор Оразбек деп жазсаңыздар шығады. Барынша тез ответ беруге тырысамын. Сосын бұл жерге келгеннен кейін тіл білу керек пе деген сұрақ болуы мүмкін ғой. Неміс Германияға келгеннен кейін тіл білу керек пе бұл программаға? Білсеңіз жақсы. Неге? Өйткені Ausbildung бастайтын болсаңыз, яғни колледжін бастайтын болсаңыз, сізге B2 керек, врач болу үшін сізге B2 керек, бірақ 6-18 ай B2 алу үшін сәл қысқалау болып қалуы мүмкін. Әрине алуға болады, бірақ
жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін лучше А2-ні бітіріп Б1-ді бастаған кезде келсеңіз болады, не болсам тіпті зор болады, Б2-ні Қазақстанда бітіріп Б2 сертификатты алып Германияға келсеңіз дәрігерлікті сразу осы буфтидің ішінде сіз бітіріп тастайсыз, тапсырып тастайсыз. Түсінікті ғой? Сол үшін барлығын есептеген түрде тіл әрине білген жақсы. Тілді қайда оқимыз десеңіздер, Ақтотыға жазсаңыздар болады, Эртстен АА инстаграмына қойып кететін боламын. Жазсаңыздар, бізде как раз жазда курстар болады, 3 айлық Б1 деңгейді бітіретін. Сонымен А1, А2 деңгейлерді бітіріп, смело Б1-мен келсеңіздер болады. Осы жақта жақсы жерлер тауып беруге, жақсы жұмыстарды тауып беруге тырысамыз. Квартирасы бар, квартирасы жоқ жерлерді біз алмаймыз, өйткені квартира бұл Германияда өте ауқымды бір үлкен процесс, проблема. Табу қиын, жайғасу қиын, орналасу қиын, сондайлар бар. Сондай болдырып болсаңыз, тікелей Германияға жұмысқа келетіндей қылуға біз бар мүмкіндігімізді салатын боламыз. Ал достар, көп сөйлеп кеткен болсам кешірім сұраймын, барынша түсінікті болды деген ойдамын. Сондықтан барынша әрекеттеріңіз жасаңыздар, тілдеріңіз күшейтіңіздер, Германияға келуге болады. Германияға әлі дәрігерлер де, мамандар да өте қатты қажет. Тіл білсеңіздер, заңды түрде қорықпастан осы жерде венжысын алып жүре бересіздер. Яғни Aufenthaltstitel деп айтылады, соны аласыздар да осы жақта қалып кетулеріңізге, тіпті болмасам жақсы маман болып Қазақстанға елге оралуларыңызға да болады. Осы видеоны өзіңіздің Германияға бірге келетін, не болмаса Германияға келуді қалайтын достарыңызға жіберіп қойыңыз. Сонымен қоса сіздерден бір өтінішім, мен YouTube каналыма осылай видеоларды жайғастырып салып баруымды қалайтын болсаңыздар, не болмаса пайдалы болатын болса, өтініштерден каналға жазып, лайк басып кетуді сұрайтын едім. Барлықтарыңызға уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Жақсы күндерде Германияда жолығу бұйырсын.